Өткен жылы бір жігіт хабарласты маған, ол ютубта, сол ютубтың жұмысы бойынша хабарласты. Ютубта видео түсірейік, мен немді дамытайын дейді, лицомды дамытайын дейді. Енді сосын мен сұрадым, қандай саламен айналысасың дедім. Сосын ол айтты, біздер жаңағыдай товар сатамыз деді, техникалар сатамыз деді. Неше түрлі техникалар, любой техника деді. Складтан алады екен, Каспийге шығарады, OLX-қа шығарады, сату, жалпы сондай рассрочкамен береді, анау мынау деп сондай заттар сатады екен. Сосын мен жарайды, кездесейік дедім, кездестік, шешім қабылдадық. Сөйтсе ол видео түсіріп бастадық біздер. Видео түсірген кезде идеал болғанын қалайды да көбісі видеоның. Себебі өзіне қарасаң, өзі дұрыс сөйлей алмайды. Сөйлегенде қалай? Іркілу пайда болады арада, адамда қызықтыру азаяды. Сосын мен енді үндеген жоқпын, бастапқыда бастап отқан адам, 5-6 видео түсірген, жалпы айтқан кезде сондай да. Бірақ менің айтқым келген нәрсе, сабақ болу үшін айтып отырмын да, не үшін айтып отырмын дегенде, сабақ болу үшін. Көбісі адамдар идеальный болғанын қалайды да. Мысалы, костюм шалбар киіп, бұлай тік робот сияқты тұп-тұнық сөйлеп, кішкене деп қалса, сразу қиып алып тастап, бастан бастайықшы, өшірейікші, бастан бастайықшы. Олай болмайды да адам. Адам ол жерде өз-өзін қатты тыйып тастайды. Адам қай кезде әдемі сөйлейді. Былай айтқанда, өзінің ойын көрерменге жеткізе алатын кезде. Ал өз ойыңды көрерменге жеткізу үшін ой қай жақтан шығады, ол жүректен деп айтады, енді мидан деп айтайыншы. Жүрек, ми екеуі байланысты деген сияқты. Мидан ой келеді да, мидан шығады. Мидан ол тіліңдегі, мидағы ойыңнан шыққан сөзді тілімен әдемілеп жеткізу керек. Ал адамдар ойымен тілі сәйкес келмей қалады да, сол кезде деп біртүрлі жаман сөйлейді, сосын ойын жеткізе алмай қалған кезінде адамдар оны көргісі келмей бастайды. Мәселен, сен бастайсың бір ойды. Бизнеспен айналысу деген тақырыпты бастайын деп отырсың, былай отырасың. Уже сен біртүрлі болып отырсың да, былай қимылдап, не тоқылықтар жасайсың, мынандай керек емес қажеттер бүйтіп, көзің бүйтіп, қайттан былай қимылдарың ерсі болады. Потому что сен не істеріңді білмей жатсың. Камераның алдында сен қобалжып жатсың да. Ал оны қалай жеңеміз деген кезде үнемі. Былай ойла, камера сенің қолында тұр да, ешкім сені көріп жатқан жоқ. Қаласаң басасың, биттік әті өшіріп тастай саласың да. Сен соны есіңе сақтап ал миыңа. Спокойно сөйле. Мысалы, болады ғой адамдар. Қалай айтсам екен? Спокойно адамдармен өзің камерасыз біреуге сөйлеп көрші, нормально сөйлейсің да. Мысалы, достар, анау мынау қалай, что там жігіттер үйтіп атсыңдар ма, бүйтіп атсыңдар ма деп. Сол сияқты адамдарға достар, біздер бүгін мынандай теманы айтайын деп отырмыз, қолыңды сөйле. Жалпы өзің дүниеда, өмірде қалай сөйлейсің? Сол сияқты сөйле да. Адамдармен, мамаңмен, папаңмен, әке-шешеңмен қалай сөйлейсің? Достарыңмен арасында қалай сөйлейсің? Әйеліңмен, күйеуіңмен қалай сөйлейсің? Сол сияқты просто так сөйле да. Бұл да камерада сол сияқты нәрсе. Сол үшін де миды қорқытпаңыздар да, андай деп сөйлей алмай, жұтынып, біртүрлі қалтырап кетеді атауға адамдар. Сосын оның видеосы ұсқынсыз болады. Адамдар оны көрмейді, өзгертіп жібереді. Өз ойындағы тамаша нәрсені олар жеткізе алмай қалады. Сосын басында жаман болып тұрады, қой мына өшіріп тастайын, қой мына өшіріп. Оны сен сал обязательно. Сөйтумен үйренесің сен. Сен соншама 3-4 сағат бойы камераның алдында анау мынау бірдеме үйттім десең өшіре бересің, қайттан уже сенің миың шаршады да, уже ше. Қоя салшы дейді ғой, түсірмей ақ қойшы болды. Надоел уже дейді да. Я істеп жатсың, я видеоға салмайсың, я болмаса шықпайсың деп ше, жаңағыдай. Сөйлей алмайсың, я өзгеріс жоқ. Сізде өзгеріс жайлап болады. Асықпаңыздар идеал шығаруға. Сөйтіп ол жігіт жаңа айтып жатқаным, баста сөйлей алмай бастады. Кейіннен бірақ 3-4 видеодан кейін жақсылап, әдемілеп, үйреніп сөйлеп бастады. Сол кедергіден өтсеңіздер бар ғой, ұшасыздар ары қарай уж. Мен баста сөйлеген кезде, мысалы, мен қаншама видео, менде сондай болды. Қаншама видеоларда деп, так, мен киім дұрыс тұрма, мына жер мынандай, ана жер мынандай, шашым ұйымай, шашым тұрма. Білейін, артта анау дұрыс емес, білейін, мынау дұрыс емес. Что-то дауысым біртүрлі болып тұр, қалтырап тұрған сияқтымын, дірілдеп тұрым, деп бетіме, мысалы, мына жеріне мынандай ма, шаш неге андай болып тұр. Осындай нәрселердің кесірінен сенің көрермендер бар ғой, сенің затыңа қарап отқан жоқ деп айту керек та.
Мысалы, сенің ана жерің андай ма, мына жерің мындай ма, оған маңызы жоқ. Оны сенің түріңді көруге келіп жатқан жоқ ол. Сенің сөзіңді есту керек. Бұл сапасыз қылып жасай бер, қалай болса жаса деген сөз емес. Бастапқыда сіздер осылай жасайсыздар, кейіннен ақшаларыңыз болғанда жақсы камера аласыздар, жақсы жарық аласыздар, жақсы телефон, может, ноутбукте монтаждайсыздар. Ну, болады, ол жайлап келеді. Сіздер сондай идеал қылам деп сіздер проектіні, жаңағыдай жобаны тастап кетесіздер. Менің айтқым келген нәрсе, сразу бір нәрсе болмайды. Сіздер сразу туылғаннан жүріп кетпедіңіздер ғой. Жүрдіңіздер, құладыңыздар, жүрдіңіздер, тұрасыздар, құлайсыздар, тұрасыздар. Сөйтіп сіздер жүріп кеттіңіздер. Сол сияқты сіздер де видеоға камерадан қорқатын болсаңыздар, видеодан қорқатын болсаңыздар, түсіріп көріңіздер. Кейіннен ұят видео болып жатса, кейіннен дамып кетіп жатқаннан кейін өшіре саласыздар. Енді болады ғой, шамасы келгенше түсіреді, бірақ ол жерде көрермендер сенің сөзіңе қарайды. Сенің айтып жатқан сөзіңе қарайды. Қайткенде олардың сенің сөзің, олардың олардың өмірін, жалпы істеп жатқан істерін өзгерте алсаң, сенің сөзің соны, олардың мышлениясын, ойын өзгерте алсаң, онда сіздер уже соған байланысты сізді көреді. Сіздің футболкаңызға, сіздің шашыңызға, түріңізге, көзіңізге қарап, сіз енді бұл жақсы көріп нелайын отқан жоқ. Сіздің сөзіңізді мән береді. Сөзіңіз маңызды ол жерде. Сол үшін де сіздер сөзбен жақсы жұмыс жасаңыздар. Білетін заттарыңызды айтыңыздар, білмейтін нәрсеңізді айтпаңыздар. Себебі білмейтін нәрсені айтқан кездеріңіз сіздер не уверен, яғни сенімсіздік пайда болады да, өзіңізге қиын болып қалады. Ертең оның жауап беруі бар, ертең оның мысалы білмейтін нәрсе, білесіздер ғой, білмейтін нәрсеге ар жақ бер жағын уже айта алмай қаласыздар. Басы бар, аяғы жоқ болып қалады. Сол үшін де сіздер біліңіздер, жақсылап істеп көріңіздер, содан кейін барып айтыңыздар. Біреулер болады, бір жатта естіп алады да, сосын айтады. Ол бәрібір білініп тұрады да, ол ішінде ше. Что оның басынан өтпегені, істемеген нәрсесі біреу айтты деп соны істей береді да, ол болмайды ше адамға. Ол өздеріңізге қиын болады. Себебі адамның түрінен ақ белгілі болады. Ол уверенно сөйлеп отыр, ол істегенін, ол білетін нәрсесін айтып жатқаны, ол оның түрінен белгілі, оның сөйлегенінен белгілі да. Міне көргендеріңіздей, сіздер главное идеал қылам деп асықпаңыздар. Себебі барлығы туылғаннан камерадан жаңағыдай күшті сөйлеп, мен де күшті сөйлеп туылған жоқпын, мен де сөйтіп үйрендім. Мен қаншама видеоларды өшіріп тастап, қайттан бастап шаршап кеткен болатынмын. Бірақ бір күні соны түсіндім да мен. Так, осылай мен жүре берем, немесе мен жақсылап сөйлеп үйренем. Қалай осы сөзді салай берем дедім. Сөйтіп салдым, шамам келгенше сапалы қыласын, содан кейін еңбек етесің. Соны дамытасың, соны сөйлеуге тырысасың. Қалай осы солай өзгермей жүріп, бірінші видео қандай еді, 10-шы видео сондай, әлі сол өзгеріс жоқ, дұрыстап сөйлей алмайды деп, сонда да салып отыр. Жоқ, олай ғой, прогресс болу керек адамда. Сен оны үйрену үшін салып жатсың ғой, прогресс болу үшін деп. Міне көргендеріңізде сіздер ешқандай видеодан, камерадан қорықпаңыздар, бұл нормальный нәрсе, ешкімде идеал емес. Егер де сіздер YouTube'дан жақсы табыс тауып, қосымша табыс немесе негізгі табыстарыңыз айналарыңыз келсе, мен басынан аяқ канал ашқаннан бастап ақша түсіргенге дейін, яғни кәсіпке ақша түсіргенге дейін аралықтың барлығын курс қылып шығарып қойдым. Мына сілтеме астында кіріп көрсеңіздер болады, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар, сіздермен бірге болған Асқар. Кездескенше күн жақсы болсын.